Кеш жарық, құрметті менің оқырмандарым. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі эфирді күттіңіздер ме? Қал жағдайларыңыз қалай? Сіздерді осы эфирде көргеніме қатты қуаныштымын. Асығып кірдім эфирге. Қал жағдайларыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі күндеріңіз қалай өтті? Бүгінгі эфирдің тақырыбы денсаулық пен энергия. Денсаулық пен энергия. Қазір мына жерге жазып қояйын. Денсаулық пен энергия. Так. Эфирдің соңына дейін отырыңыздар. Эфирдің соңына қарай практика болады. Практикаға қатысыңыздар. Соңына дейін отырыңыздар. Именно денсаулыққа байланысты практика жасаймыз эфирдің соңынан. Қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Эфирді күттіңіздер ме? Бүгінгі эфирде сіздерді көргеніме қатты қуаныштымын. Бірінші кіріпсіз, жарайсыз, супер. Күштісіз. Демек сізге ұнайды, демек сізге пайдалы, демек сізге қызық, демек ізденіп жүрсіз, демек жауап іздеп жүрсіз. Ол керемет, ол ізденіс, жауап іздеу, өзін табу, өзінің жаратылысын түсіну өте керемет ол. Құрметті оқырмандар, YouTube каналымдағы оқырмандар, Instagram парақшамдағы оқырмандар, осы эфирмен бөлісіңіздер міндетті түрде, және YouTube каналымдағы көретін оқырмандар каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналыма тіркеліп қоңырауды басып қойыңыздар. Қоңырауды басып қойсаңыз, мен салған жаңа видеолар сізге келіп тұратын болады. Жіберіп алмай көресіз. Жарайсыз. Бүгінгі тақырыбымыз денсаулық пен энергия. Енді эфирімізді бастаймыз. Құрметті оқырмандар, қалған енді оқырмандар өздері қосылып жатар. Қосылған оқырмандар енді эфирді қайталап көре жатар, уақытты созбай, ешкімнің уақытын алмай, энергиямызды, уақытымызды босқа кетірмей, эфирімізді бастайық. Дайынсыздар ма? Бүгін денсаулық пен энергияның өзара байланысы туралы айтамыз. Энергияның төмендеуі ағзаға қалай әсер етеді, және ағзадағы аурулар неден пайда болады, және энергияның денсаулыққа қандай қатысы бар, сол туралы айтамыз. Және энергияны дұрыс жұмсау арқылы, энергияны дұрыс пайдалану арқылы, энергияны құрметтеу арқылы сіз денсаулығыңызды қалай жақсарта аласыз. Сол туралы бүгін эфир болады, өте маңызды, самый фишка тәжірибелермен бөлісем бүгін сіздермен. Өйткені мен ізденісте жүрген кезде менде де тоже көптеген диагноздар болды, көптеген денсаулығыма қатысты аурулар болды, жаңағы зоб дейді, аяқсу, зуд, кандида, маткадағы жаңағы ісіктер, неше түрлі диагноздар, жаңағы етеккірдің дұрыс болмауы, өзіңді жайсыз сезіну, қан қысымының біресе жоғарылап, біресе төмендеуі, оның барлығы энергияның адамның бойымен дұрыс жүрмегендігінен екенін мен зерттеп жүріп, соны анықтап, түсініп, қазір соны әлі де мен зерттеудемін, әлі де мен қарастырудамын, әлі де біз білу керекпіз. Енді қараңыз, мен
барлығын білем деп айтуға болмайды. Өйткені бұл ғаламның, жаратылыстың барлығын зерттеп, барлығын білген адам жоқ. Әркім өз саласының мүмкін шебер маманы болуы мүмкін, бірақ бүкіл ғаламның жаратылысын, бүкіл ғаламды, бүкіл мидың құрылымын, бүкіл энергияның барлығын зерттеп тастаған адамдар жоқ. Біздің білетініміз, әлем туралы, ғалам туралы, жаратылыс туралы білетініміз миллиардтан, миллионнан 1% ғана білеміз. Сол үшін ешқандай тәкаппарлық, эго, мен білемін, мен деген жаңағы эго деңгейінде емес, просто бұл біліммен бөлісу және білген адамға, түсінікті адамға білімді не үшін береді? Алла тағала не үшін береді? Бөлісу үшін береді. Басқа адамдарға үйрету үшін береді. Сізге басқа адамдардан бұрын сол білімді, басқа адамдардан бұрын сол қабілетті, қасиетті беріп тұр ма? Демек, сіз сол біліммен басқа адамдармен бөлісу үшін береді, басқа адамдарға үйрету үшін береді, басқа адамдарға пайдалы болу үшін береді. Ол білімнің барлығын сіз сандық қып өзіңізбен бірге алып кету үшін емес, сізге білімді, түсінікті, терең, қабілетті, қасиетті ашып тұр ма? Сізге енді сіз сонымен бөлісу керексіз, соны сіз құрастыру керексіз, өзіңізге беріп тұрған білімнің энергиясын дұрыс жұмсау керексіз. Менің мақсатым сол. Менің мақсатым өзім осы күнге дейінгі өткен тәжірибелерімнің барлығымен адамдармен бөлісу және адамдарға көмектесу. Негізгі мақсатым сол. Біріншіден, дәл қазір сіздерде қандай диагноздар бар, немесе қандай өзіңіздің энергияңыз қай деңгейде, немесе қандай аурулар бар, немесе қандай диагноздар бар. Сол туралы жазыңыздар. Кімде қандай диагноз бар? Кімнің қай жерінде қазір қандай аурулар бар? Ауру деген ол жалпы ол не? Ауру деген ол адамның бейсаналы түрдегі ойының әсерімен, ойдың күшімен тартып алған деструктивті энергия. Деструктивті энергия деген ол теріс энергия. Энергияның екі түрі болады. Жағымды энергия, жағымсыз энергия. Төмен энергия, жоғарғы энергия. Төменгі энергиядағы әрекеттер, олар жаман ой, жаман сөз, қондырғылар, қорқыныштар, реніштер, күмән, күдік, өзін төмен санау, ұялу, қорқу, түрлі-түрлі төменгі деңгейдегі энергиялар. Теріс энергиялар адамның ең бірінші адамның энергиясын, яғни адамның денсаулығына әсер ететін, ол адамның бойындағы эмоционалды теріс энергиялар. Эмоция деген ол не? Эмоция ол ең алдымен эмоция түрлі-түрлі болады ол. Қабылдай алмау, тәкаппарлық, жек көру, тітіркену, шаршау, оның барлығы сіздің, егерде осындай белгілер сізде болса, демек сіз бейсаналы түрде өзіңізге ауруды программалап жүрсіз деген сөз. Адам шаршамау керек, адам қорықпау керек, адам ұялмау керек, адам өзін кінәлі санамау керек, адамда күмән болмау керек. Оның барлығы деструктивті эмоциялар, деструктивті энергиялар. Олардан ең бірінші эмоциялар, мысалы, өкпеледіңіз, қорықтыңыз, жыладыңыз, немесе біреу жылатты сізді, тітіркендіңіз, немесе біреуді айыптадыңыз, кінәладыңыз, оның барлығы ешқайда кетпейді. Әр эмоция, мысалы, қатты қорыққан кезде денеңіз мұздап кетеді, денеңіз ысып кетеді, немесе қатты денеңіз бүрісіп қалады, тырысып қалады, сол кезде денеде стресс болады. Сол стресс алған жерде деструктивті энергия пайда болады, клеткалық деңгейде. Егерде біздің қазіргі көрініп тұрған денемізді кванттық физикадан қарағанда, ол тек қана клетка болып көрінеді. Жұқа, энергия, клетка, нейрондардан тұрады, солай көрініп тұрады. Сол жерлерде
не пайда болады? Блоктар пайда болады. Ал біздің мынау физикалық денеміз ол кәдімгідей энергетикалық сосуд. Ол төбеден аққан космостың энергиясы біздің денемізбен еркін жүріп, жер анаға бару керек. Ал жер анадан алған таза энергия біздің денемізбен көтеріліп, космосқа барып тұру керек. Сонда біз екі энергияны тасымалдаушы сосуд болу керекпіз. Сол энергетикалық сосудтарда әр жерде, бастың бөлігінде, мида, қолда, жүректе, өкпеде, бауырда, бүйректе, теріде, қанның ішінде неше түрлі эмоциялар бар. Көп адамдар ойлайды, ол көзге көрінетін нәрсе болғаннан кейін, көзге көрінбейтін нәрсе болғаннан кейін, адамдардың көбісі тек қана материалдық деңгейде, материалдық өмірге, осы планетарлық деңгейде ғана соған тәуелді. Енді қазір сіз менің дауысымды көріп тұрған жоқсыз. Менің дауысымды сіз естіп тұрсыз. Ал сіз менің дауысымды қалай естіп тұрсыз? Сіз толқындар арқылы естіп тұрсыз. Енді сіз қандай толқынды энергияны таратасыз, сіздің денеңізде де сол толқындағы энергиялар бар. Сізде өкпе, реніш, қабылдай алмау, жек көру, тітіркену эмоциялар сіздің ішіңізде бала кезден бастап сақталып тұр органдарда. Ол органдардың ішінде болады, ол сіздің барлық клеткаңызда бар, ол сіздің ДНК-ңызда бар, барлығында тұтасып тұрған қара энергиялар бар. Адам шаршамау керек, адам жата бермеу керек, ода күш деген, ішкі мотивация деген ұрып тұр керек. Үнемі жарқырап жүр керек. Үнемі алға қойған мақсаты биік болу керек. Сондай өзін өзі басқарып, өзін өзі тәрбиелейтін, сондай саналы түрде ашық, көзі ашық, көкірегі ояу болып ойлайтындай адам болған кезде сізде ауру болмайды. Ауру ең бірінші кезекте эмоционалды блоктардан болады. Когда адамдарда низковибрационный энергиялар, яғни эмоциялар болған кезде, мысалы сіз ақшадан қорқасыз, күйге шығудан қорқасыз, или бизнес бастаудан қорқасыз, жалғыз қалып қалудан қорқасыз, өлімнен қорқасыз, балаларыңызға бірдеңе болып қалатын сияқты қорқасыз. Миыңызда сіздің сан 5 адамдарда бір ғана блок болмайды. Адамдарда миллион блок болады. Мыңғырған блок болады. Өйткені ол блоктар қоғамнан келеді, қоршаған ортадан келеді, ата-анадан келеді, жұмыстан келеді. Барлығы адам, сіз не көресіз, барлық сізге установка. Бүгінгі күнде мысалы өзіңізге қарап сұрақ қойыңыз. Бүгін таңертеңнен кешке дейін сіз қандай оқиғаларды естідіңіз, қандай ойды ойладыңыз, бүгін кешке дейін сізге қандай ойлар келіп кетті, анализ жасаңызшы қазір. Және аузыңыздан шыққан қандай сөздер шықты, қандай сөздерді көбірек қолдандыңыз адамдармен сөйлескен кезде. Досыңызбен, балаңызбен, күйеуіңізбен, жолдасыңызбен, енеңізбен, атаңызбен, подружкаңызбен, маңызды емес. Кіммен сөйлессеңіз, аузыңыздан қандай сөз шықты? Вот сол сіздің установкаңыз. Сол сіздің подсознанияңызда жатқан, түп санаңызда жатқан программа. Адам не үшін тітіркенеді? Адам тітіркенгені, қазір мен сіздерге сызып көрсетейін. Адам не үшін тітіркенеді? Міне қараңыз, адам не үшін тітіркенеді? Мынау сізден шыққан толқын, сізден энергиялар шығады. Ана жақта сізде өкпе бар, реніш бар, қорқыныш бар, үрей бар, солы бар. Мына сізге келіп тұрған екінші адам арқылы сізге сол эмоцияларды көрсетеді. Сіз айналсыз, сіздің алдыңызға келген адам дәл сіздің ішіңіздегі эмоцияны шығарғысы келіп тұр. Дәл осы адамға қарап сіз тітіркенген кезде, жынын ұстаған кезде бір өзіңізде болады ғой, бір жақтырмайтын, өзіңіз жақтырмайтын адамдар болады. И сол адамның ішіндегі эмоция сіздің ішіңіздегі тығылып тұрған программаны шығарғысы келіп тұр осы адам арқылы. Сол кезде сіз саналы ойлана кетіп, бұл не үшін беріп тұр, мен не үшін тітіркеніп тұрмын,
бұл тітіркену маған не береді, ол қайдан келді, ол кімнен берілді деген сұрақтарды өзіңізге саналы түрде қойған кезде сіз жауабын міндетті түрде табасыз. Не үшін мен соншама раздражать етіп тұрмын, не үшін ол маған ұнамай тұр, не үшін мен оған қабылдай алмай тұрмын деген кезде өзіңіздің ішкі блогыңызды табасыз. Ал осылайша сіз бірнеше программаны бір күнде таба аласыз. Бірнеше программаны сіз әр адаммен кездескен сайын айтқан сөзіңіз, ойлаған ойыңыз, эмоцияңыз ішкі, иә? Ал адамды ең бірінші ауру қылатын ол өкпе, реніш, тітіркену, қабылдай алмау, жек көру, жүректің жабық болуы, тек қана материалдық әлемге байлану, жүректе тек қана ақша, байлық, мансап, тағы да бірдеңе, иә? Бітпейтін. Ал жүрек ашық болғанда, адамдарға ашық болғанда, адамдарды жақсы көргенде, өзіңізді жақсы көргенде, өзіңіздің энергияңызды сыйлағанда, ондай энергиялар бірте-бірте сейіле бастайды. Енді қараңыз, сіз ренжідіңіз, қорықтыңыз, тағы да біреуді айыптадыңыз, тағы да бірдеңе. Сіздің денеңізде блоктар, эмоционалды блоктар, ол энергия қара-қара болып әр жерде шоғырланып тұрады. Ал космостан келетін энергия, поток энергия, ол сіздің бойыңыздан еркін өту керек. Еркін, кәдімгідей водопад сияқты сіздің бойыңыздан жоғарыдан төмен қарай ағып жерге бару керек. Энергия дұрыс қозғалмағанда, клеткаларға энергия дұрыс бармағанда, ол жердегі блоктар ауруға айналады. Сол үшін психосоматикалық аурулар бар, иә? Психосоматикада жаңағыдай сол 5 органнан шығарады ғой, негізі психосоматологтар 5 органнан шығарады. Ал энергетическада сол ауруларды полностью бүкіл бәрін потокпен алып тастауға болады. Егер де сіз бірнеше терапиядан өтетін болсаңыз, тазару, сосын поэтапно, иә? Мен қазір тазаруды, энергетическаны 5 аптаға қойдым. Энергетическа қазір менде 5 апта жүреді. Әртүрлі терапиялар, әртүрлі практикалар, әртүрлі медитациялар, түп санадағы бүкіл программаны, бүкіл бала кездегі ата-ананың ішінде жатқан кездегі бүкіл блок программаны барлығын шығаруды мен сол жаққа қостым. Енді бұны мен не үшін айтып отырмын? Бұны ең бірінші сіздің денеңіздегі блоктан пайда болатын ауру. Ауру ол сіздің бейсаналы түрде жасаған әрекетіңіз. Ал бейсаналы түрде жасаған әрекетіңіз ол не? Сіз бейсаналы түрде қорқасыз, бейсаналы түрде тітіркенесіз, бейсаналы түрде жек көресіз, бейсаналы түрде автоматты түрде бұрынғы қайталанып кеткен нәрсенің барлығын қайтадан қайталай бересіз, иә? Жек көресіз, тағы да бірдеңе. Сол кезде ол сіз же түп санаңызда программалап тастадыңыз оны. Түп санадағы программалардан шығу, программаны жою өз-өзіңізге ол түкте қиын емес. Мен сеансқа келген адамдар барлығына үйреттім. Кім қаншалықты қабылдайды, әркім өз деңгейінде қабылдайды. Қабылдай алса қабылдайды, қабылдай алмаса дәл солай бұрынғы қалпына жалғастырып жүре береді. Адам өзіне байланысты өзгере ма, жоқ сол деңгейде қалып кете ма, берген білімді сіңіре ала ма, анализ жасай ала ма, соған байланысты. Енді осы эфирдің соңына дейін отырыңыздар. Я қазір соңына қарай міндетті түрде денедегі эмоционалды блоктарды шешетін практика жасаймыз. Міндетті түрде қалыңыздар осы эфирдің соңына дейін. Так, ары қарай. Өздеріңізде сұрақтарыңыз жазып отырыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? Қандай денсаулыққа байланысты қандай сұрақтарға жауап іздеп жүрсіз, иә? Соған байланысты сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Жалпы түсінікті айтып жатырмын, иә? Түсінікті ма сіздерге? Енді қараңыз. Адамның сондай төменгі деңгейдегі, төменгі вибрациядағы, төменгі толқындағы ойлары, сөздері, әрекеттері, олар барлығы адамның энергиясын түсіреді ғой. Ал адамның энергиясы түскен кезде адамнан бөлінетін гормондар да бұзылады. Мысалы, щитовидная железа, жаңағы зоб дейді, тағы да басқа. Бізде мына жақта басымызда железалар өте көп мына жақта. Бізде
басымызда, мына жағымызда, мына жағымызда, мына жағымызда, тағы да мына жақ төбемізде бізде сондай железалар бар, темірлер бар. Иә, жаңағы адамның гормондарын бөлуіне көмектесетін железалар біздің басымызда. Енді сол гормондар төмендегенде, яғни сіздің эмоцияңыз, постоянно сіз негативте жүретін болсаңыз, сізде кортизол гормоны жоғарылайды. Ал кортизол гормоны жоғарылағанда адам депрессияға кіреді, стресске кіреді, өзін жек көреді, ұйқысыздық болады, түрлі аурулар, бас ауру, жүрек айну, давлениенің төмендігі, давлениенің жоғарылығы, асқазан ауру, өт, аяқ су, қышыну, тағы да басқа бәрі оның барлығының психосоматикасы бар өзінің. Барлығының психосоматикасы, психосоматика дегеннің өзі, ол сол ішкі сізде сақталып қалған, ұзақ уақыт сіз сүріп жүрген эмоциялар. Ұзақ уақыт сүріп қалдыңыз, сіз сол жерде ұзақ уақыт тұрып қалдыңыз. Ол уже сіздің түп санаңызда сақталып қалды. Сіз автоматты түрде соны қайталап өмір сүріп жүрсіз. Яғни адамның бейсаналы түрдегі сүріп жүрген қазіргі өміріңіз, ол сіздің денсаулығыңызға тікелей әсер етеді. Тікелей. Ал көп адамдар мынау денені робот сияқты көреді. Как будто дене біреудік сияқты көреді. Оны күтпейді, оны баптамайды, оған дұрыс тамақ бермейді. Оған өзінің эго деңгейінде ғана не жегісі келеді, соны жейді, не ішкісі келеді, соны ішеді. Ал ағзаны тыңдамайды. Ағзаны тыңдамағаннан кейін ағзада не болады? Әрбір ағза, әрбір клетка сізге қарап тұрады. Ал жан біздің физикалық денеміздің ішінде толығымен бәрінде бар. Жан, сана. Ал сіз сананы кеңейту арқылы сіз жанды кеңейтесіз, сіз энергияны кеңейтесіз, энергия ағынын кеңейтесіз, потоктағы бүкіл блоктардың барлығын тазартасыз. Потокпен бүкіл блоктардың барлығын тазарту өте оңай. Оны сіз просто дұрыс техникасын қолданбай жүрсіз. Ал сіз мысалы психосоматологтарға баратын болсаңыз, сіздің мысалы 2 сағатта сіздің бір ғана блогыңыз шешеді. Бір ғана блогыңызбен жұмыс жасайды, бір ғана психосоматикалық жарақатыңызды шығарады. Ол қайда болды, қашан болды, кіммен болды, қасыңда кім бар, бүйттің ба, сөйттің ба, өзіңді қай жаққа қойып тұрсың, сондай сұрақтармен. Ал энергетикада сіз өзіңіз сол болмен, сол жарақатпен бетпе-бет келесіз. Міне, тура жаңағыдай, енді мына адам арқылы сізге жарақатыңызды көрсетіп тұр ғой. Енді сіз өзіңіздің жарақатыңызды өзіңіз тауып алып, өзіңіз мойындап, өзіңіз қабылдап, өзіңіз босата аласыз. Оның сіз қашан келгенін, қай уақытта келгенін, даже сіз ұмытып кеткен программалар да шығады практикада. Ұмытып кеткен. Сондай гормондардың әсері, гормондардың бұзылуы, ол сіздің денсаулығыңызға тікелей әсер етеді. Кортизол гормон жоғарылағанда сізде постоянно көңіліңіз көтерілмейді, өмірді сүргіңіз келмейді. Өмірді ақ пен қара деп көресіз. Вообще түрлі түсті қылып көре алмайсыз. Түрлі түсті қылып көру мүмкіндігінен как будто айырылған сияқты болып тұрасыз. Түңіліп тұрасыз. Потому что көп адам өзінің ойында, сөзінде, эмоциясында басқармайды. Как будто солай сияқты. Менде бәрі бар: зоб, давление, жүрек, гормон, изменение, үрей, қорқыныш бар дейді. Вот. Енді уже сіздің организміңізде сондай сигнал бар. Сіз миыңыз арқылы нейрондарыңызға сигнал бердіңіз. Ал нейрондар сіздің денеңізге сигнал берді. Не үшін ауру асқынады? Не үшін жаман аурулар пайда болады? Не үшін? Кім біледі? Сіздер мүмкін менен көп білесіздер, сіздер мүмкін менен артығырақ оқып жүрсіздер, сіздер мүмкін өздеріңіздің практикаңызда кездесті. Бөлісіңіздер, кім біледі? Неге жаман ауру пайда болады?
Неге адамдар ауырады, неге адамдар жаман аурудан өледі, өмірден өтеді, неге? Шын мәнісінде адам өмірден өткенде қиналмай, ауырмай, жеңіл, дәл осылай отырған қалпында уже өзінің денесі осы өмірдегі миссиясын, тапсырмасын аяқтағанын өз адам сезеді. Адам өмірден өткенде просто әдемі болып өмірден өту керек. Шын мәнінде солай. Негізінде дұрыс өмірдің заңдылығын, өмірдің ережесін дұрыс сақтап, барлық қармаңызды дұрыстап орындаған кезде, сізде сондай даже сіз өзіңізбен, миыңызбен өзіңіздің өмірден өтетін сәтіңізге шейін программалауға болады. Не то, что қазіргі сәт. Өзіңіздің қалаған өміріңізді құрастыра аласыз. Және өмірден қалай өтесіз, қанша жаста айналаңызда кім болады, соған дейін. Ал саналы өмір сүрген үлкен адам, саналы, өзін тапқан, өзінің жаратылысын түсінген, табиғатын зерттеген, табиғатын толық түсінген, өмірдің заңдылығын, ғаламның заңдылығына сәйкес өмір сүрген адам қартайғанда ең жоқ дегенде балаларына абуза болмау керек. Ал бізде көбінесе қария адамдар, қартайған адамдар балаларына салмақ салады. Мына жақта өзінің отбасы, бала шағасы қалады, мына жақта ол кісі жағаласып, сол балаларына жаңағы қиындық, проблема жасап, барлығы соған назар аударып, барлығы соған асырап, сөйтіп жүреді. Маған келген көп адамдар өзінен өзінен бір программаларды қойып алады екен. Мен ұмытшақпын, мен бәрін ұмытып қалам дейді. Конечно, сіз сондай программа қойып қойдыңыз, ұмытып қалам деген. Потому что ұмытып қалу деген ол жауапкершіліктен қашу. Егер ертең сіз осы установкадан таза арылмайтын болсаңыз, бұны жойып, орнына жаңасын қалыптастырмайтын болсаңыз, сізде шынымен де деменция болады. Деменция ол ақыл есен адасу, ол ешнәрсені танымау, өзінің жаратылысынан отказ беру деген сөз. Ал сіз өзіңіздің жаратылысыңыздан, өзіңіздің жауапкершілігіңізден отказ бердіңіз, сіздің өміріңізді, сіздің өмір жолыңызды басқа біреу басқарады. Сіз қандай сырнайдан қандай музыка шығады, сол музыкаға сіз билейсіз. Ол жаратылыс, төмен тербелісті жаратылыстар сізді басқаратын болады. Былай жүр десе былай жүресіз, сенбе десе сенбейсіз, қорық десе қорқасыз, солай жүресіз. Ал көп адамдар, көп клиенттер келеді, сонда айтады, мен ұмытып қалам дейді. Мен есімде сақтай алмаймын, мен бүйтем, мен сөйтем, мен ауыра берем, менің басым ауыра береді, мен давлением көтеріле береді. Сондай адамдардың аяғанын қалап тұрады да. Ертең сол адамдар үлкен адам болғанда, үлкен қартайғанда, кәдімгідей күш қуаты азайғанда, жасы келгенде, сол кезде осындай образда балаларынан махаббат алады, алғысы келеді. Айналасындағы адамдардың махаббатын осындай образда алғысы келеді да, сөйтіп жертва болады да, ауруға ұшырайды. Ал мысалы жаңағындай ұмытшақ ауруымен ауыратын адам ертең ұмытшақ, оны уже туысқандар біледі, ұмытшақ екен, сумкасын ұмытып кетеді, телефон, тағы да бірдеңе ұмытып кетіп жүреді, постоянно ұмытып жүреді. Уже оған заботиться етіп бастайды айналасындағылар. Ой, ұмытып кетеді, тағы да бірдеңе болып қалмасын, тағы да бірдеңе болып қалмасын. Көрдіңіз бе? Сондай образда сіз вниманияны, махаббатты сондай деңгейде алмаңыз деп тұр. Ғаламның заңдылығы, өзіңді өзің басқар, өзіңнің жауапкершілігіңді өзің ал. Сен өзің келдің, жалғыз келдің. Енді жалғыз өзің атқарып, жауапкершілікті сезініп, өзіңнің өміріңді сезініп, солай өмір сүресің деп тұр. Түсіндіңіз бе? Түсінікті айтып жатырмын ба сіздерге? Динара, сіздің тапсырмаларыңызды толық орындамадым, бірақ еганы аздап жеңдім. Ауырып жүрген жерлерім кішкене жеңілдеп келем. Енді қараңыздар,
құрметті оқырмандар, егер де сіз адамның сізге шын мәнінде, шын жүрегінен берген білімін қабылдамай, орындамай, солай немқұрайлықпен қарасаңыз, ол сіздің арқаңызда үлкен қарыз болып тұрады, энергетикалық қарыз болып тұрады. Маған көп қыз келіншектер келеді ғой, сонда айтады, 500 мыңға бірдеңе деген сабақ оқыдым, 800 мыңға бірдеңе деген сабақ оқыдым, бірақ өмірі өзгермеген. Депрессияда жүр. Неге? Өйткені жауапкершілік алмады. Сол сабақтан біреу оның өмірін өзгертіп беретіндей барып оқыды. Түсіндіңіз ба? Сонда жауапкершілік ең маңыздысы. Енді сіз қараңыз. Туылғаннан бастап сіз ата-анаңыздың тәрбиесінде, ата-анаңыздың программасында өстіңіз, бүкіл программаны сояқтан алдыңыз. Сізге кім қалай әсер етті, сіз барлығын сіңіріп алдыңыз. Менде бір клиент болған, мысал ретінде айтып отырмын. Бұл сіздерге инсайт болсын деп айтып отырмын. Менде бір клиент болды. Әке шешесімен қарым-қатынасы өте жақсы. Жақсы қарым-қатынаста болған. Әке шешесі ұрыспаған, төбелеспеген, ажыраспаған, сондай болған. Бірақ тұрмысқа шыққан кезде енесі саған көз тиеді, сен нәзіксің, сен бүйткенсің, сен сүйткенсің, сен шықпа ешқайқа, сен адамның көзі тиіп қалады, саған көз еткішсің деп үнемі түйрегіш бірдеңкелер қадап жүреді екен. Содан ол жас болып келген келінге солай қарағаннан кейін ол келінде уже установка пайда болды. Мен шынымен де ауырып қалам деген. Сол кісімен мен айтайын ба, қанша уақыт жұмыс жасадым. Вот осы практиканы қазір алып жүр, қазір 3-ші практикасын алып бітті. Осы 3-ші практикасында мен ол кісімен кәдімгідей түп санасында программалармен сөйлесіп отырып жұмыс жасадым. Сол кезде анықтадық, что сондай программаны енесі берді, күйеуі берді. Түсіндіңіз ба? Сонда сіз ойлай беріңіз, күнделікті сіз қандай программаны өзіңізге жазып жүрсіз, оның барлығын сіз жойып жүрген жоқсыз ғой, оның барлығын сіз өзіңізге қабылдап жүрсіз. Нені көрдіңіз, барлығын қабылдап жүрсіз. Түгел сүзіп жүрсіз ғой. Бүкіл информацияның бәрін сүзіп жүрсіз. Сүзіп алып түп санаңызға сақтап қойдыңыз. Ал егер де сіз фильтрлеп үйренсеңіз, ойды, сөзді, эмоцияны фильтрлеп үйренсеңіз, сізде сасудыңызда энергия таза болады. Ал энергияңыз таза болғанда сізде эмоцияңыз жеңілдейді. Ал эмоция жеңілдегеннен кейін сізде уже гормондарыңыз өзгере бастайды. Гормондар реттеледі. Демек, мына кісі жаңа жазды ғой, менде осындай депрессияда жүрмін деп. Сол кісі, демек, вибрациясы өте төмен, тек қана негативті ойда жүреді, қорқады, өзін жаратылысын, жаратылыс энергетикалық структурасын, денесін, физиологиясын, нейрондарын, психикасын, кім ол, қалай, не хабары жоқ. Қашан сіз өзіңіздің кім екеніңізді және неден тұратыныңызды зерттейсіз, ғаламның заңдылығын сақтайсыз, энергияға құрметпен қарайсыз, денеңізді күтіп баптайсыз, вот сол кезде сізде вибрация көтеріледі. Ал оның барлығы бір ғана бір нәрседен емес, мысалы комплексно жұмыс жасау керек қыздар. Комплекстік түрде. Тек қана бір ғана психологиямен сіз энергияңызды көтере алмайсыз. Бір ғана психосоматикамен сіз энергияңызды көтере алмайсыз. Өйткені жақта сізде клетка бар, тағы да басқа бар, тағы да басқа. Яғни тегіңіз бар, сол үшін комплексно жұмыс жасау керек. Текте болу керек. Бүкіл іштегі эмоция да кету керек. Энергия, бүкіл потогыңыз тазару керек. Сана, жан, ол үлкен поток. Сол поток сіздің денеңіз арқылы ағу керек. Сіздің денеңіздегі блоктар оны потокты жібермей тұр. Менде қазір бір видео болу керек, сол видеоны қазір тапсам сіздерге экранға қосып көрсетем. Адамның блоктары энергиямен қалай жуылады, энергия арқылы адамның блоктары қалай тазарады, және поток энергия сіздің клеткаңызды қалай тазартады, сол туралы. Тапсам қазір көрейін. Так, айттым, енді физикалық факторлар да бар. Ауруға, энергиямен ауруға әсер ететін физикалық факторлар да бар.
Физикалық фактор дегеніміз ол не? Физикалық ол фактор біздің көрінетін денеміз. Денені біз ұстай аламыз. Бұл тек қана еттен, сүйектен, тамырдан, қаннан жаратылған жоқ қой. Бұның ішінде тірі ағза, энергия, клетка бар. Енді сіз кімсіз? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сіз бүкіл денеңізбен сіз кімсіз? Энергиясыз ба? Жоқ, физикалық тек қана денесіз ба? Жансыз ба? Рухсыз ба? Тәнсіз ба? Несіз? Кімсіз? Сол сұраққа жауап бере аласыз ба? Кімсіз сіз? Мен кіммін дегенде біз тек қана физикалық көрінісімізді ғана айтамыз. Мен мысалы өзімнің атымды айтам, мамандығымды айтам, жұмысымды айтам, кіммін деген кезде. Ал шын мәнінде сіз кімсіз? Шын мәнінде біз энергиямыз. Шын мәнінде біз еш нәрсе емеспіз. Шын мәнінде біз өте тонкий материямыз. Тонкий, өте жұқа, нәзік материямыз. Енді қараңыз. Тірі ағзаларға, тірі табиғатқа не жатады? Тірі табиғатқа. Жазыңыздар, тірі табиғатқа не жатады? Тірі табиғатқа адам, өсімдік, жануар. Яғни олардың жаны бар. Олар туылады, өмір сүреді, сосын тіршілігін жояды. Бұл табиғаттың заңдылығы. Сіз қаласаңыз да, қарсы болсаңыз да, оған көну керекпіз, және саналы үлкен адам сияқты соны мойындау керекпіз. Енді физикалық денедегі физикалық факторлардың денсаулыққа әсерін айтуға келе жатырмын. Енді біз физикалық дене болғанымен біз тірі ағзамыз. Өмірге келдік, өмір сүріп жатырмыз, өмірімізде тапсырмаларымыз орындаймыз, өмірден өтеміз, келесі воплощениеге дайындаламыз. Енді сіз, яғни тірі ағзасыз. Енді сіз өзіңіздің осы тірі ағзаңызға қандай тамақ бересіз? Мысалы, сиыр, жылқы, қой, олар тек қана шөп, жем жейді. Құстар дән жейді, неше түрлі көкөністер жейді, жапырақ жейді, тағы да басқа. Ал біз не жейміз? Біз тірі ағзамыз. Бізде клетка бар, бізде нейрондар бар, бізде ДНК бар, бізде барлығы тірі, біз тіріміз. Біз тас емес, біз құм емес, біз ауа емес, біз тау емес, біз күн емес, біз тіріміз. Енді біз осы тірі ағзаға қандай тамақ береміз? Осы тірі ағзаға берген тамағыңыз сіздің энергияңыз, сіздің қорегіңіз. Сіз осы тірі ағзаны қалай күтіп баптайсыз, сізде соншалықты энергияңыз көтеріледі. Әр тамақ, сіз ішетін тамақ, ол энергия. Мысалы, сіз тірі ағзаға күнде сіз барлығын піскен тамақ беретін болсаңыз, тек қана адамдардың көбісі піскен тамақ жейміз. Піскен, барлығын пісіреміз, қайнатамыз, бұрқыратып тұрып асамыз 4-5 сағат. Соны сөйтіп оған барлығын пісіріп жейміз. Ал біздің ағзамызға піскен тамақ қажет емес. Біздің ағзамызда табиғаттың барлық элементтері бар, стихиясы бар. Біздің ағзамызда от та бар, су да бар, жел де бар, тағы да металл да бар,
бәрі бар біздің ағзамызда. Енді біз сол табиғаттың тірі ағзасын апарамыз да, біз не болса соны береміз. Мысалы, сіз пицца жейсіз, суши жейсіз, кола ішесіз, қант жейсіз, тағы да қандай не бар? Мысалы, қуырылған тамақ жейсіз, шашлык жейсіз, тағы да басқа, солай кете береді. Ал біздің ағзамызға ол керек емес. Біздің ағзамызға не керек? Хлорофилл керек және су керек. Хлорофилл дегеніміз не екенін білетін шығарсыздар, бастауыш сыныптан бастап оқығанбыз. Хлорофилл деген жапырақтың түсі жасыл түс. Ал хлорофилл клеткаларды жаңаруға, клеткалардың жылдам өзінің жұмысын атқаруына, активны болуға, қанның құрамын тазартуға, қанның құрамын реттеуге көмектеседі. Байқасаңыз, піскен тамақ жегеннен кейін адам бірден шаршап қалады. Тез ұйқыңыз келеді, жата қаласыз, ұйықтай қаласыз. Неге? Өйткені піскен тамақты қорыту біздің ағзамыз үшін өте ауыр. Сіз ертеңнен бастап өзіңізге тек қана шөп, яғни ас көктер, зелень, петрушка, укроп, сельдерей, кинза, шпинат, шавель, тағы да басқа осындай көк шөптер, цветная капуста, брокколи, овощи, фрукты, шикідей жеп бастаңызшы. Сіз көресіз энергияңыздың қалай артқанын және қалай энергияңыздың көбейгенін көресіз, өзіңіз байқайсыз. Ал біз қарнымыз ашқанда біз ойлаймыз, менің қарным ашып тұр деп. На самом деле біздің қарнымыз ашпайды. Біздің қарнымыз ашатын сигнал ол мида бар. Ол аш боп қаламын деген программа бар да, аш боп қаламын деп, қарным ашып қалады деген программа. Бізде өйткені аштықтың программасы бар. Анау ата-бабамыздан келе жатқан. Өйткені ашаршылық көрді олар. Бізде аштықтың программасы бар. Біз кішкене бір мезгіл тамақ ішсек, мен бүгін бір-ақ мезгіл тамақ іштім дейміз. Ал адамның асқазаны осындай өзінің жұдырығындай ғана кішкентай болады. 300 грамм ғана тамақ сыйды оның ішіне. Ал біз не істейміз? Аппақ ұннан жасалған тамақ ішеміз, біз сүтті тамақты да ішеміз, бәрін ішеміз ғой. Шектеу жоқ, бәрін ішеміз. Сосын не істейді асқазан? Қиналады, қорыта алмайды. Оған көп энергия жұмсалады, адам шаршайды, клетка демалмайды, одан кейін барып қанның құрамы дұрыс болмайды, адамның pH-ы дұрыс болмайды. Адамда pH деген болады, қанның құрамындағы қышқылды анықтайтын. Егер де сіздің қаныңыздың құрамы қышқыл болса, онда сізде тамақтануыңыз дұрыс емес, онда сіздің организміңіз дұрыс жұмыс жасамай тұр. Енді тағы да не айтуға болады? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен ойымды жинақтап алайын. Так, жеке орындадым ғой, бірақ 100% емес, түсінгенімше орындап жүрмін дегенім ғой. Еганы жөндейм десем болады дейді. Иттің босағасына тіл көз тиеді деп көзмоншақ тағу дұрыс па? Мен оны білмеймін, қыздар. Ол тіл тиеді десеңіз тиеді. Тіл тимейді десеңіз тимейді. Сіздің ойыңызға байланысты. Нені айтасыз, кеңістік сізге соны әкеп береді. Кеңістік сіздің сөзіңізді саралап, анализ жасап, қалжыңдап айтты ма, қорқып айтты ма демейді. Эмоцияңызға, сезіміңізге, ойыңызға қарай, радио толқыныңызға қарай бере беретін ақтан. Магниттер қазір менен шығып отыр ғой, қандай ниетте, қандай ойда айтып отыр, маған тура сондай ақпараттарды беріп жатыр, кеңістік маған ақпараттарды өз беріп жатыр ғой. Мен қазір ештеңеге қарамай сіздерге қайдан айтып жатырмын ол ақпараттың барлығын. Өйткені жаным айтып тұр маған.
көп адамдар ойлайды, мен просто өзім демалып жүрмін, өзім тыныс аламын, өзім тамақ ішемін, өзім жасаймын, барлығын мен жасап жүрмін деп ойлайды. Жоқ, сіз ешнәрсе жасай алмайсыз. Жан жасайды барлығын. Өсімдіктер заты жалбыз дейді. Так, иә, рас айтасыз дейді. Иә, қыздар, солай ол. Ағзаны, мысалы, жылқы, сиыр, қой, оларға мысалы лағман жасап бермейміз ғой біз. Лағман, болмаса қуырдақ, бешбармақ жасап бермейміз ғой, олар өздерінің жейтін тамақтары бар. Мысалы, гүлге кола құя алмаймыз. Кола құйса өліп қалады. Енді сіз өзіңізді кәдімгідей тірі ағза деп санаңыз. Егер сізге денсаулық керек болса, тірісіз сіз, ағзасыз. Сіз робот емессіз. Егер де сіз өзіңіздің организміңізді басқара алатын болсаңыз, онда сіз былай айтып көріңізші. Суды ішемін, суды ішемін. Енді асқазаным осы суды маған бірден қуғыма апарып берді, айта аласыз ба? Айта алмайсыз. Өйткені әр ағзаның өзінің қызметі бар, өздері атқарады ол қызметтің барлығын. Ал демек, олар сізбен тікелей байланысты. Демек, сіздің әр эмоцияңыз, әр сөзіңіз, әр әрекетіңіз, ойыңыз барлығын тыңдайды олар, естиді. Бізде халық медицинасында, народный медицинада көбінесе бізге шөп шайлар береді, шөп шайлар береді. Олар не үшін береді? Олардың ішінде де адамның ағзасына қажетті иммунитетті көтеретін, клетканы емдейтін, клетканы жаңартатын, іштегі токсин шлактарды шығаратын қасиеттері бар шөптердің. Ал ағзадағы жаңағы іш қату, түрлі басқа да аурулар, аяқ қолдың ісінуі, беттің ісінуі, әжімдердің жастан ертерек түсуі, адамның тез қартаюы, буын ауруы, қан қысымы, тағы да басқа аурулардың барлығы сіздің организміңіздегі токсиндердің, ауыр металдардың көп болуында. Өзіңіздің поликлиникаңызға барып, немесе өзіңіздің ақылы поликлиникаға барып, өзіңізге ауыр металдарға және токсиндерге анализ тапсырып көріңіз. Қандай токсиндер сізде көп? Сол токсиндерді ағзадан шығару арқылы сіз энергияңызды жақсарта аласыз. Және тамақтануды дұрыстау арқылы, және сіз әр тамақ ішкіңіз келген сайын ағзаға су беріп отырыңызшы. Қарныңыз ашқан кезде просто су ішіңіз. Тәтті жіберетін болсаңыз, тәттіге зависимы болсаңыз, тәттіге тәуелдігіңіз болса, тамаққа тәуелдігіңіз болса, тек қана су ішіп бастаңыз. И жасыл шөптер болды. Басқа тамақ қабылдамаңыз. Өзіңізге сондай денсаулық керек болса, энергияңызды денсаулықпен бірге көтергіңіз келсе, солай жасаңыз. Тамақтануды реттемейінше, сіз қалай болса солай тамақ ішіп жүрсеңіз, аузыңызға не болса соны сала беретін болсаңыз, тәтті, торт, қантпен қант жейтін торт, пирожный, конфет неше түрлі, егер үйіңізде осындай дастарханыңызда осы нәрселер толып тұратын болса, демек сіз балаларыңызға да сол программаны жазып беріп тұрсыз. Балаларыңыздың дені сау болсын десеңіз, балаларға мүлдем тәтті жегізбеңіз, өзіңізді жемеңіз тәтті. Тәтті ол айтады ғой, сахар это белый смерть. Ол үндемей жеңеді. Ол үндемей өлтіреді адамды, үндемейді. Сондай аурудың сондай үш түрі болады. Үндемейтін ауру, уже сізге белгі беріп тұрған ауру, және шыққан ауру. Егер де қазір сіздің денсаулығыңызда сондай сыр берген нәрселер болса, демек сіздің энергия структураңызда блоктар өте көп деген сөз. Вибрацияңыз төмен, ойлауыңыз дұрыс емес, ішкі эмоцияларыңыз дұрыс емес, постоянно адамдарға ренжіп жүресіз, өзіңізге ренжіп жүресіз, қорқып жүресіз, үрейленіп жүресіз, және тамақтануыңыз дұрыс емес. Демек, сіздің гормондарыңызда нарушение бар,
ішкі ағзаңызда токсиндер бар, шлактар бар, ауыр металдар бар. Ал ауыр металдар олар адамға не береді? Хронический аурулар береді, хронический. Ұзақ мерзімді аурулар береді. Ал біз мысалы медицинаға жүгінген кезде, мысалы сіз жүрегіңіз ауырса, сізді тек қана кардиолог емдейді. Сіз жүректің дәрісін ішіп жүресіз, бірақ жүректің дәрісін тоқтатсаңыз, қайтадан жүрегіңіз ауырады. Неге? Өйткені жүрегіңіздің ішіндегі қалып кеткен эмоцияларды шығарған жоқсыз. Жүректің ішінде сақталып қалған эмоция бар. Ол қатыгездік, ол жауыздық, ол қаттылық, ол әр органда өзінің сақталатын эмоциялар бар. Жүрек жабық болады, қатыгез боласыз, қатты боласыз, қатал боласыз, сол кезде не істейді? Жүрек ауырады. Осындай біздің әр органымызда сақталатын өзінің эмоционалды блоктары болады. Оларды шығармасаңыз, әйтеуір бір күні бір жеріңізден тесіп шығады бұл блоктың барлығы. Потому что біздің ағзамыз ол сакралды кеңістік. Сакралды кеңістік деген бұл біздің денеміз, біздің бүкіл физикалық денеміз ол сакралды кеңістік. Сакралды кеңістік деген ол не? Сакралды кеңістік деген ол сіз не айтасыз, соны орындайтын тап-таза кеңістік болу керек. Тап-таза. Мысалы, мешітке, храмға бір жерге кірген кезде тыныш болады, мешітке кірген кезде. Тып-тыныш, тап-таза, сондай отыра бергің келеді, сондай болады. Біздің ағзамызда дәл сондай сакралды кеңістік. Ал сіз сакралды кеңістігіңізге не қиып жүрсіз? Сіз сакралды кеңістігіңізге немен суғарып жүрсіз? Сакралды кеңістігіңізге қалай қарап жүрсіз? Қалай жақсы көріп жүрсіз? Сакралды кеңістігіңізді сақтай алып жүрсіз ба? Жоқ, шын барлығын қоқысқа толтырып тастадыңыз ба? Соған байланысты. Егер де сіз сол кеңістігіңізді, өзіңіздің сіздің денеңіз ол кеңістік. Кәдімгідей пространство ол. Ол жақта бүкіл сіз туралы бүкіл программа бар. Барлығы бар сіз туралы. Сіз соның үшін неге толтырып жүрсіз? Жақсылыққа ма, жоқ қоқысқа ма? Қоқысқа толтырсаңыз, ертең ол былығып, шіріп, іріндеп, құрттайды, Мысалы, 40 жыл, 50 жыл жиналмаған холодильник елестетіңіз, ішінде азық-түліктер бар, сақталып қойған, бірақ ашылмағанына 40 жыл болған. Елестетіңіз. Сіз сондай эмоцияларды ішіңізде сақтап жүрсіз. Сондай ауыр жарақаттарды ішіңізде сақтап жүрсіз деген сөз. Ал ауру бекерден бекерге келмейді. Не үшін ауру пайда болады? Ауру не үшін пайда болады? Соқта эмоция болып тұра бермей ме? Не үшін пайда болады ауру? Мысалы, бауырда ашу, ыза, кек, жек көру, тұрады. Сол бауырдағы эмоциялар не үшін тұра бермейді соқта? Не үшін тұра бермейді деймін да? Ауырмай-ақ тұра берсе болады ғой. Не үшін? Өйткені әр ағза ол тап-таза, ол кристалл. Ал сіздің ауыр, зіл батпан эмоцияңызды ол көтере алмайды. Сол үшін ауырады. Ал ауыр эмоциялар ол кәдімгідей қорғасын сияқты ауыр болады. Оны ағза көтере алмайды. Сондықтан ауырады ағза. Ал бұлардың барлығымен сіз жұмыс жасамасаңыз, ерте ме кеш пе сіз бәрібір сол нәрсеге келесіз. Қазір қабылдай алмай жүрген нәрсені сіз өмірден өтіп кеткенше әйтеуір бір қабылдайсыз. Мен солай айтайын. Қазір мойындай алмай жүрген нәрсені өміріңіздің соңына шейін әйтеуір бір мойындатады. Әйтеуір бір оқиғалар арқылы мойындатады. Бірақ ешкімді мәжбүрлемейді. Мен де мәжбүрлемеймін. Сіз тыңдасаңыз да өзіңіз білесіз, тыңдамай өтіп кетсеңіз де өзіңіз білесіз. Мен ешкімді қинамаймын. Маған бәрібір кім келеді маған, кім келмейді маған бәрібір. Бірақ әр адам өзі белгілі бір сабақтан өтіп, барып, табады өзін. Белгілі бір өмірдің қиындығынан өтіп, барып табады өзін. Солай. Сол үшін энергияны таза ұстау керек. Ал сіздің әр айтқан сөзіңіз де, ойыңыз да ол энергия.
адамдармен қарым-қатынасыңыз ол энергия. Так, енді ең бірінші физикалық деңгейде ағзаға күтіп, физикалық деңгейде ағзаны күтіп баптап бастаңыз. Мысалы қараңыз. Күніге 1 литр жасыл сок ішіңіз, немесе жасыл смузи ішіңізді 1 тарелка ғана салат жеңіз. Бұл сізге былай жетеді. Клетканың қарны тойды, болды. Клетканың қарны тойған кезде сіз тамақ іздемейсіз. Не үшін 1 сағат сайын, 2 сағат сайын перекус жасай береді адам? Потому что клетка аш. Аштықтың 7 түрі болады, оны келесі эфирлерде айтайын. Аштықтың 7 түрі болады. Қандай аштықтың түрлері 7. Ол қандай аштық? Олар адамның өміріне тоже теріс әсер етеді. Мен сіздерге қазір клетканың аштығын айтып отырмын. Клетка аш болған кезде адам 5 конце тамақ ше береді. Бірдеңе жетіспей тұрған сияқты болады. Ше береді, жей береді. Сосын бір күн не істейді? Екі жағынан май деген бұлтиып шығады, қарын деген 2 метр алға шығады. Ал артық май ол денедегі судың жетіспеушілігінен болады. Сіз суды аз ішесіз, ал клеткалар олар өте ақылды организм, өте ақылды. Сізден де ақылды. Физикалық дене өте ақылды. Сіз суды, мысалы, күніне 1 стакан су ішесіз, кешке шейін су ішпей жүрсеңіз, клеткалар соны жаттап алады. Значит, су жоқ, сізді сахарада тұрады деп ойлайды. Сосын ол алады да, сіз ішкен судың барлығын клеткада май қып сақтап қалады да, содан артық салмақ, сіну содан пайда болады. Сол үшін судың мөлшерін, судың балансын, гидробаланс сақтау керек. Күнделікті өзіңіздің салмағыңызға байланысты, бойыңызға байланысты, салмағыңызға байланысты суды өлшеп ішу керек. Жасыл соғыңыз бар, шөп шайыңыз бар, әшен суыңыз бар, сорпаңыз бар, соларды өлшеп ішу керек. Одан кейін энергияны тез көтергіңіз келсе, шикі көкөністер, шикі жемістер, жидектер жеңіз. Піскен тамақта еш нәрсе жоқ. Мысалы, 1 кусок пицца. Ішінде не бар? Жейтін кезде қалай ойлайсыз, мынаның ішінде не бар? Мен өзімнің мына жақтағы құнды алтын сияқты ағзама мен не беремін деп ойлайсыз? Сіздің ішкі органдарыңыздың барлығы алтын, ол жарқырап тұр, сокровище ол. Ол ұлы органдар, оның барлығы. Ол құнды ол. Сіз сол өзіңіздің ішкі ағзаңызға жеген кезде не бересіз? Қандай дәрумен бересіз? Қандай клеткаға қандай белок бересіз? Қандай углевод бересіз? Қандай дәрумен бересіз? Қандай сутегін бересіз? Не бересіз? Соған қарау керек. Өте саналы түрде тамақтану керек. Сіз саналы түрде тамақтанып бастағанда сізге кеңістікте басқа жақсы нәрселер бере бастайды. Бұл демек энергияны сақтайды, энергияны құрметтей алады, бұл өзін күте алады, өзін жақсы көреді дейді да. Сізге жақсы, сізді сыйлайтын, сізді құрметтейтін, сізге забота жасайтын, сізге махаббатқа бөлейтін нәрселерді бере береді. Өзіңіз байқайсыз, осы нәрсені ұстап көріңіз, байқайсыз. Одан кейін табиғатпен байланыс орнату. Табиғатпен байланыс орнату деген тек қана кешке дейін далада жүру емес. Табиғатпен байланыс орнату ол сіздің өзіңіз де табиғатсыз. Сіз табиғаттың бір бөлшегісіз, сіз тірі табиғаттың бір бөлшегісіз. Жаңағы айтқан құс, аң, адам, тірі табиғат. Енді сіз соның бір бөлшегі болғандықтан, сіз өзіңізбен де байланыс орнату керексіз. Үнемі сіз өзіңіздің ішкі үніңізді тыңдап жүру керексіз. Ішкі жақта компасыңыз бар ғой, кәдімгі не сияқты, тугисіңіз бар ғой, ішкі тугис. Біз бір жаққа барғанда, басқа қалаға барғанда, шетелге барғанда тугис қосамыз, картаны білу үшін. Ал сіздің ішкі тугисіңіз ол жан. Сіз туралы бәрін біледі, түп сана. Ал сондай өзіңіздің энергияңызға құрметпен қарағыңыз келсе, өзіңізді баптап бастаңыз. Көп адам өзін қабылдау, өзін жақсы көру дегенді қымбат, бағалы заттармен
салыстырады. Жоқ, олай емес. Сіз егерде 2 миллионға барып алтын бриллиант комплект тағып отырсаңыз, сіздің жан әлеміңіз быт болып жатса, бүкіл органдарыңыздың барлығы жараланып, мына жақта сасып, іріндеп, құрттайын деп жатса, ол керек емес, сыртқы жылтырлаған нәрсе. Сіз одан да сол нәрсеге ішіңізге инвестиция жасаңыз, ішкі органдарды емдеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, энергияңызды дұрыс сақтаңыз, құрметпен қараңыз, өзіңізді аялаңыз, өзіңізді жақсы көріңіз, дұрыс тамақтаныңыз. Ең алдымен дұрыс тамақтану, таза су ішу. Көп адамдар байқаймын, су ішпейді. Су ішетіндер бар ма? Нормамен су ішетіндер жазыңыздаршы. Норманы сақтап, өлшеп жүріп, күніге су ішетін бар ма қатысушылар? Ойға, сөзге абай болу керек екенін не енді көзім жетті дейді. Иә. Бұл оқырманға мен тоже бірнеше сеанс жасап, үйретіп, қазір осознанность келіп жатыр. Осознанность ол бірте-бірте келеді, қыздар. Бірте-бірте. Көп адамдар сеанстан өте салып, ойбай, өмірі вау деп басқа бір әлемге түсіп кеткенде сияқты, бір волшебный палочка болмаса, бір ғажайып әлемді күтеді ертегі сияқты. Ондай жоқ. Ақырындап саналы түрге көшесіздер, ақырындап. Мысалы, саналы күйге көшу деген, мысалы, бұрын жасап жүрген нәрсеңізді ертең жасамаңыз. Бүгін айтқан жаман сөзіңізді ертең айтпаңыз. Бүгін ойлаған жаман ойыңызды ертең ойламаңыз. Осылай сіз өзіңізді жаңа адамға өткізе бересіз. Мынандай не құрастырыңыз, қазір мен сізге көрсетейін. Қараңыз, мынау ескі сіз, мынау жаңа сіз. Мынау ескі сіздің ішінде бүкіл бала кездегі бар травмаларыңыз, ауруыңыз, установкаңыз, қорқынышыңыз, үрейіңіз, өзіңізді бағаламауыңыз, ата-анаңыздың манипуляциясы, қорқытқаны, үркіткені, жек көргені, төмендеткені бәрі бар осы жаққа қалдырасыз да. Енді өзіңіздің жаңа нұсқаңызды қалыптастырыңыз. Жаңа нұсқаңызда енді мына жақтағыны алып мына жаққа көшірмеңіз. Мына жақтағы болған нәрсені жойыңыз да, мына жаққа жаңасын қалыптастырыңыз. Мына жаққа мысалы қорқақ болсаңыз, енді бүгіннен бастап шешім қабылдауға аяқ басыңыз. Мысалы, мына жақта күніге ыңырсып өзіңіздің ауруыңызды айта беретін болсаңыз, жаңа нұсқада ауру айтпаймыз, тек қана денім сау деп айтамыз. Мына жақта мысалы менің жолым болмайды, көз тиеді, бүйткен сөйткен деп тек қана бір иллюзиялық бір өтірік нәрселерге сеніп жүрсеңіз, мына жақта кәдімгідей көзіңізді ашып, саналы түрде өмір сүріңіз. Мына жақта балаларыңызға жаман сөз айтатын болсаңыз, ертеңнен бастап жаман сөз айтпаңыз. Мына жақта ақша туралы көп уайымдайтын болсаңыз, мына жақта уже босатыңыз. Жақсы ақша, сіз тірі болғанда барлығы бар екенін мойындап түсініңіз. Иә? Осылай сіз өзіңізбен өзіңіз жұмыс жасай аласыз, өзіңіздің жаңа нұсқаңызды қалыптастырасыз. Сіз өзіңіздің жаңа нұсқаңызды қалыптастыруға шешім қабылдамасаңыз, сіздің жаңа нұсқаңызды басқа біреу келіп қалыптастырып бере алмайды. Вообще. Өйткені өзіңіздің ішіңізде барлығы, сакралды полеңізде, сакралды физикалық әлеміңізде барлығы бар. Уже дайын бар уже. Просто сіз оны иллюзиядан көре алмай тұрсыз. Иллюзияда тұрсыз. Енді қараңыз. Жаман ой ойлайтын адамдардың төбесінде, міне қараңыз. Күнде қорқынышпен, күнде жаман ой ойлайтын адамдардың төбесінде осында қап-қара бұлт тұрады. Бұл қап-қара бұлт, ол сущностьтер. Ол қап-қара бұлттар адамның қорқынышынан, үрейінен, өзін кінәлаудан, айыптаудан, күмәнданудан, сенбеуден пайда болады. Сіз сенбеген кезде, ешнәрсеге сенбеген кезде, басқа әлемде тіршілік иелеріне сондай
адамдар керек, олар жаны кіреді, олар жер бетіндегі ең таза саналы энергия, ол адамның энергиясы. Төменгі астрал тіршілік иелеріне сіздің сондай ойда жүре бергеніңіз тиімді, рахат оларға. Сізді қорқытып қойып, сізді бастырып қойып, сізге не болса соны жегізіп қойып, не болса соны ойлатып қойып, осы ескі жерде сіздің қалғаныңыз оларға өте пайдалы, жібермейді олар сізді. Қашан сіз шешім қабылдап, мына жаңа менге өтен деп мынандай жазасыз, барлығын өзіңізге осылай птичка қоясыз, все деп, болды деп, соған дейін мына жақта сізде егерде мен білмеймін, мен сенбеймін, мен қолымнан келмейді, мен әлсізбін, менің ақшам жоқ, мен кедеймін деп өзіңізді түкке жаратпай бейшара қылып тастасаңыз, ойша сөзбен, онда ешкімге ренжімеңіз. Онда сіздің өміріңізді басқа біреу басқарады. Басқа біреу деген адам емес, адам да басқарады, егер сіз өзіңіздің өмір басқармасаңыз. Адамдардың мнениесімен жүріп кетесіз. Өзіңізді тыңдамайсыз, өзіңіздің пікіріңіз айдалада қалып кетеді, өзіңіздің миссияңыз айдалада қалып кетеді. Овощ болып қаласыз. Ең жаманы адам өзін жоғалтып алу. Овощ болып қалған. Ең жаманы өзінің пікірі жоқ, өзінің айтатыны жоқ, өзінің қалауы жоқ, өзінің бір ішкі жағынан шығатын бір несі жоқ, қандай. Өмірге деген құлшынысы, өмірге деген бір мотивациясы жоқ адам, Ең жаманы сол. Сондай деңгейге дейін түспеңіздер. Өтініш сіздерден. Өзіңізді төмен деңгейге түсіріп алғаннан кейін жоғары көтерілу қиын болады. Қазірден бастап ойланып, сұрақ қойып, кішкентай шақтардан жасап, өзіңізді дамытып бастаңыз. Енді қараңыз, адамның дамуы үшін адам керек. Алла тағала адамдар арқылы көмектеседі. Алла тағала сіздің алдыңызға келіп, сен ауырып тұрсың ба, кел, мен сені жазып жіберейін деп айтпайды ғой. Адамдар арқылы береді. Сіз егерде мені тыңдап отырсаңыз, демек Құдай сізге мені көрсетіп тұр. Маған көмек керек кезде, маған да сондай адамдарды көмекке жіберді. Мен сол адамдар арқылы өстім, сол адамдардан білім алдым, сол адамдар арқылы дамыдым, өзімді таптым, өзімнің сүйікті ісімді таптым. Міне солай өмірде барлығы по цепочке кетеді. Сіз жалғыз жүріп бітіп, өзімді тауып кетем деп ойламаңыз. Міндетті түрде білім алу керексіз, міндетті түрде сізге көмек керек, міндетті түрде сіз даму керексіз, оқу керексіз, өсу керексіз. Ал егерде мен ондай адамды көрмедім, тек қана өзімен жалғыз өзі жүріп, жапан далада жүріп алып, өзі дамып кетті, оқып кетті деген көрмеген. Өйткені бұл өмірде барлығы сингармонизм деген заң бар. Оны білетін шығарсыздар, бастауыш класстарда оқығанбыз. Сингармонизм деген заң, яғни жаратылыс бір-бірі арқылы өседі, бір-бірі арқылы дамиды, бір-бірі арқылы қоректенеді. Мысалы біз құстарды жей аламыз, өсімдіктерді жей аламыз. Ал құстар мен жануарлар олар өсімдіктерді жейді, ал өсімдіктер олар топырақтан, судан нәр алады. Міне осылай жалғасып кете береді. Біз өйткені осы өмірде бәріміз бір-бірімізбен, табиғатпен, түгел космоспен, жаратылыспен, көрінетін, көрінбейтін әлеммен байланыстамыз. Енді көп адамдар неліктен осындай энергиялық тұрғыда жұмыс жасағанға сенбейді? Неге сенбейді? Өйткені өзінің призмасында қарайды. Көп адам бірдеңені түсіндіріп айтып жатсаң, тек қана өзінікін айтады. Мен адамдармен консультация жасаймын, сол кезде әйтеуір ішіндегі уының бәрін осы менің полеме тастап кету болды. Ары қарай бітті. Енді кел мен саған көмектесем десем, жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Ол деген не деген сөз? Тек қана өзінің қу тамағын ғана ойлап тұр. Болды. Басқа еш нәрсе ойлап тұрған жоқ.
ол мынау адамның уақытын алдым ғой, мына адамға мен не үшін келіп тұрмын, бұл адам маған адам құсап жауап беріп тұр ғой деген тыңдамайды, потому что өзінің призмасына солай қарап тұр, программасына солай қарап тұр. Мына жердегі призма деген мына жердегі өзінің несі ғой, ойлау қабілеті ғой. Сол өзінің ойлау қабілетінде ғана ойлап тұр. Өзінің ойлау қабілетінде адамдардың бәрі алаяқ деген программа болса, ол адам ешкімге сенбейді. Ол адам до конца бір қатты бір нәрсеге болып, одан кейін барып бір трансформация алмаса, ол адамдар жүре береді, до конца жүреді. Талай адамдарды көрген ғой, талай адамдар келген кезде уже мені ауру қылқындырып, уже мені дем жетпей больницада жатып, керек дейді. И айтқанға құлақ аспайды. Өйткені эго бар мына жақта. Сенбейді. Көрмедім мен дейді. Егерде біздің физикалық денемізді кванттық әлемде қарағанда, біз еш нәрсе емеспіз. Энергиямыз. Біз ешкім емеспіз. Қараңыз, өзіңізді ешқашан объектіге санамаңыз. Барлық адамдар көбінесе өздерін бір объектіге санап алған. Объекті, субъекті деген бар. Біз субъектіміз, объект емеспіз. Біз енді қараңыз, біз жасай аламыз, және біз жасалғанбыз уже. Біздің қолымыздан келеді. Дәл қазір біз өткен шақта, болашақта еш нәрсені жасай алмаймыз. Дәл қазір жасаймыз, бүгін, осы сәтте. Шешім қабылдаймыз, жасаймыз. Шешім қабылдамадыңыз, еш нәрсе болмайды. Жоғарғы күштер, жоғарғы рухтар, періштелер, сіздің рухани ұстаздарыңыз, энергия оның барлығы әр адамның өзінің арт жағында тұрады. Әр адамда бар ол. Жалғыз, жападан жалғыз, періштесіз, жападан жалғыз, жоғарғы энергиясыз, рухани ұстазсыз жүрген адам болмайды бұл өмірде. Бәрінде бар. Егер сезе алатын болса, санасы жоғары көтерілген болса, санасы ашылған болса, сезеді. Көзін жұмған кезде уже сезіп көріп тұрады. Барлық адамда бар. Ал сондай жоғарғы біздің рухани ұстаздарымыз, әр адамды басқарып жүретін, әр адамға жол көрсететін, әр адамға ой салатын, көрсететін, кей адамдарға неге мынандай болады. Мысалы, маған келген көп, мен содан анализ жасағам ғой, мынандай болған. Маған келеді, мен бағасын айтам, мен сеанстарым арзан тұрмайды. Бағасын айтқан кезде айтады, ойбай, менде ондай ақша жоқ дейді. Бірақ Құдай, мен уже сезіп тұрам ол адам полисінен. Ата-бабалар әкеп тұрады, жоғары күштер әкеп тұрады. Бірақ ол адам не істейді? Иллюзиялық түрде бас тартады. Бірақ Құдай көрсетеді, мені осы адамға бар, саған көмектеседі дейді. Ал адам эго деңгейінде логикаға салады да, жоқ дейді, мен оны төлей алмаймын, мен оны алып шыға алмаймын, мен бүте алмаймын, мен таба алмаймын. Сіз қайдан білесіз оны таба алмайтыныңызды? Адамдардың ең бір ауыр қатесі заранее уже блок қойып тастайды өзіне, заранее. Болмаған нәрсені уже болғызып тастайды. Сен алдымен шешім қабылда, бір шешім қабылдап, бір шаг жаса, сосын ары қарай саған жаңа есіктер ашылып, сол нәрсенің сенде қалай болып кеткенін білмейсің. Мысалы, мен кеше айттым ғой, кешегі эфирде. Мен ең бірінші дамыған сабағым 500 000 теңгеге оқыдым. Сонда айлығым 60 000 теңге. Квартира төлеймін, 3 балам бар. Сонда мен до того сондай бір сеніп жасадым да. Сонда мен 500 000 теңгені қашан беремін, бере алам ба, оны төлей алам ба деп ақшаны вообще ойлаған емеспін. Мен осы күнге шейін мен қазір $2000, $3000 сабақтарын оқып жатырмын әлі күнге шейін. Бірақ бір рет мен сол ақшаны төлей алмай қаламын деп ойлаған емеспін. Өйткені оның маған не үшін керек екенін мен білемін. Ол сабақты алсам, менің энергиям жаңарады, менің санам кеңейеді, менде жаңадан опыт пайда болады, мен өсемін, және мен адамдарға одан да көбірек бере бастаймын. Шыңдаламын мен, тәжірибе жинаймын. Маған сол үшін керек. Ал ерде сіз өзіңіздің
энергияңызға өзіңіз инвестиция жасамаған болсаңыз, сіз қазір, көп адамдар қазір дефицит энергиямен жүр. Дефицит жоқ деген позициямен жоқ. Ақша жоқ, денсаулық жоқ, жағдай жоқ, мүмкіндік жоқ. Мүмкіндік қалай болмайды? Күніге ауа жұтып тұрсың мұрныңмен. Күніге таң атады, күніге кеш батады. Сол ғой мүмкіндік деген. Просто сіз келіп тұрған мүмкіндікті көрмей тұрсыз, аяғыңыздың астында тұрған. Көп қыздармен жұмыс жасағанда өздеріне беріліп тұрған мүмкіндікті көріп, көздері ашылған қыздар өте көп менде. Өте көп. Өйткені олар түсінбейді, өздерінің призмасында, өздерінің программаларында ойлайды. Солай ойлайды да, еш нәрсе мүмкін емес, менің жағдайым жоқ, мен бүйткенмін, мен сөйткенмін, маған бәрі көмектесу керек, маған бәрі міндет, солай. Ал егер сіз өзіңіз шешім қабылдамасаңыз, сіздің жоғарғы рухани әлемдегі, нәзік әлемдегі сіздің қолдаушыларыңыз да сіз үшін шешім қабылдамайды. Шешімді сіз қабылдайсыз. Олар сіздің шешім қабылдауыңызды күтіп тұрады. Жоғарғы әлем сіздің шешім қабылдауыңызды күтіп тұрады. Сіз қашан шешім қабылдайсыз, сізге жаңадан есіктерді аша береді. Өзіңіз көресіз. Шектемеу керек. Ең бастысы өзіңізді шектемеңіз, тәуекел етіңіз және сенім білдіріңіз. Өйткені сіз бұл әлемде жалғыз емессіз. Жалғыз қалдым деген адам, мен осы өмірде жалғызбын деген адам, ол уже өзін өлімге дайындап жүр деген адам сөз. Уже өлім туралы ойлайды деген сөз. Ешқандай адам жалғыз емес. Сіздің айналаңызда толған, көзге көрінбейтін энергия қолдаушылар. Ешқандай адам ешқашан жалғыз болған емес, болмайды да. Енді қазір өзіңізге назар аударыңыз. Қазір тыныс алып тұрсыз. Ал сіз тынысыңызды өзім басқарам деп ойлайсыз. Бірақ тынысыңызды сіз басқармайсыз. Сіз ұйықтап жатқанда ұйқыға кетесіз, бірақ сіз ойламайсыз, мен қазір демаламай қалам деп. Ұйықтап қаласыз. Таңертең оянған кезде сіз ойламайсыз, мен қазір оянғанда мен демаламай қалам деп ойламайсыз. Осы нәрсені терең түсініп, санаңызға құйып, ойланып, анализ жасап көріңіз. Сол кезде сізге терең түсініп келеді. Сенім пайда болады. Ал енді тынысыңыз демалып тұрсыз, бүкіл организміңіздің барлығы дұрыс жұмыс жасап тұр. Бірақ сіз бақытты емессіз. Не үшін? Бақыт деген ол әр адам әртүрлі табады бақытты. Біреу, мысалы, бұрын мен ойлайтынмын, мен 1 миллион теңге тапсам, мен бақытты болам деп ойлайтынмын. Өте қате түсінік. Мен ойлайтым, мен бұрын квартира алсам, мен бақытты болам дейтін. Квартира алдым, мен түк те сезінген жоқ. Ну и что, алдым болды. 1 миллион теңгені мен 10 күнде таптым. Вообще сезінген жоқпын. Ақша ма, кәдімгідей бар болды. 300 000 теңге тауып жүрген кездегі Динара қандай болды? 1 миллион теңге тауып жүрген кездегі Динара сондай. Қазір мысалы мен 10 миллион теңге тапсам, дәл сондай Динарамын, өзгеріп кеткен жоқпын. Дәл сондай қарапайымын, дәл сондай болмысым да сондай, тура сондай, сөзім де сондай, өзімді ұстауым да сондай. Мүмкін санам кеңейді, мүмкін более басқаша деңгейде ойлай аламын, бірақ тура сондаймын. Енді бақыт деген ол өзіңіздің бір жақсы көретін, бір ішкі бір рахаттанып жұмыс жасайтын нәрсеңізді тауып алып, соны зерттей беріп, сол жолда өзіңізді бақытты сезіну болды. Менің түсінгенім сол екен. Мен де бұрында ойлайтынмын, мен жаңағы бренд киесем бақытты болам, бренд киіп көрдім. Шетелге барсам бақытты болам дедім, шетелден аралап көрдім. Үй алам дедім, алдым. Балаларым ойбай сондай престижный мектепте оқыса, мен бақытты болам дедім, оқып отыр. Енді мен өзіме сұрақ қоям, сонда бақыт деген не деп? Бақыт деген, оказывается, сен өзіңнің осындай жақсы көретін жұмысыңды тауып аласың,
сол неге іздей бересің, зерттей бересің, қызықты, қызық, бітпейтін ақпарат, бітпейтін жаңашылдық, бітпейтін өзгеріс, бітпейтін трансформация күшті. Міне сол нағыз өмірдің бақыты, нағыз өмірдің ләззаты деген сол. Менің түсінігімде, ал сіздің түсінігіңізде қандай екен, төменге жазыңыз. Көрейік, қалай ойлайды екенсіздер. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер үшін бақыт деген не? Күшті түсіндіріп жатсыз дейді. Рахмет. Жаңа мен деген осы. Рахмет, сізге түсініп отырмын дейді. Сізге де рахмет, жаным сол. Иә, көп адам сенбейді дейді. Так. Мен ішіп жүрмін, уақыт арнап алғам дейді. Өте жақсы. Мен ішемін дейді. Өте жақсы. Так, давайте енді кішкене практика жасап жүрейік. Жаңа мен уәде етіп едім ғой, практика жасап жүрейік. Көздеріңізді жұмып, аяқтарыңызды еденге тигізіп, кішкене су ішіп алыңыздар. Жалпы бұл денсаулық пен энергияның бір-біріне қатысы туралы эфир бүгін осындай қысқаша түрде айтып түсіндірдім. Бұл өте терең тақырып, бұл туралы өте көп нәрсе айтуға болады. Гормондар туралы, белоктар туралы, майлар туралы, каждый питание туралы, олардың жасалуы, олардың сочетаниясы туралы көп нәрсе айтуға болады. Бірақ бұл бір эфирге ол сыймайды. Сондықтан мен сіздерге жалпы үстіртін бір-бір шолып айтып өттім. Блоктар қайда болады, қайда сақталады, қайдан пайда болады, не істейді, ол шықпаса не болады, шықса не болады деген сияқты. Ал ауру ол денсаулықтың нашарлауы, ол сіздің деструктивті энергияңыздың көптігінен болады. Вибрацияңыз төмен, ал төменгі вибрацияда төменгі астрал тіршілік иелеріне сіз жақын боласыз. Давайте мына жаққа қазір мен түсіндіріп жіберейін сіздерге. Міне қараңыздар, мынау адамның энергоструктурасы, яғни үлкен сана осылай болады. Енді ол ындай бөліктерге бөлінген. Осы бөліктер арқылы біз мына жақта ең жоғарғысында эго бар. Бұл жақта жаңағыдай фантазия, қорқыныш, жаңағы түс көру, сондай нелер бар. Жаңағы иллюзиялық өмір, физикалық әлемді ғана ойлайтын, қорқынышпен, выживание, сондай сана ең жоғарғы жаңа айсберг сияқты. Одан кейін төменгі деңгейлер уже рухани деңгей, өзін қабылдау, түсіну, энергияны түсіну, жақсы көру, осылай төменге қарай кете береді. Ең соңғысында мына жақта абсолюттік энергия бар. Абсолюттік энергия деген өзіңізді санаңыздың ең жоғарғы деңгейіне өтіп, өзіңізді ішкі энергияңызды сезініп, өмірге деген көзқарасыңыздың жаңаша болып қалыптасуы, терең. Яғни, ол енді ары қарай чакра деңгейінде олардың барлығын үлкен тақырып қылып сөйлесуге болады. Жаңа 114 чакра туралы, олардың қаншасы активны болады, қаншасы пассивны болады, оларды ашу керек па, керек емес па деген сияқты. Ондай білімдермен де бөлісуге болады. Бірақ мынау сіздерге сызып бергенім бұл энергияның, яғни сіздің аураңыздың, сіздің санаңыздың өсу деңгейлері. Ал сана эго деңгейінен төмен қарай кірген кезде, яғни өзіңіздің ішкі жан әлеміңізге үңілген сайын, өзіңіздің ішкі гидіңізге үңілген сайын, сізде барлық сұрақтардың жауабын таба бастайсыз. Кеңейе береді. Ал сіз мына жерде тек қана осы материалдық өмірдегі көзіңізге көрінетін нәрсемен ғана шектеліп жүрсіз да, логикамен жүрсіз. Логикаңызды қосып қойғансыз, жаңағы автопилотқа сомен жүрсіз. Ал төмен қарай түсу арқылы, медитациялар, практикалар арқылы төмен қарай түсесіз, санаңызды төмен қарай түсіресіз. Яғни
эго деңгейінен өзіңізді мидағы блоктарды, логиканы, эгоны барлығын өшіріп жүрек деңгейіне бағыттайсыз. Сол жақта сіз өзіңіздің кеңістігіңізді, өзіңіздің энергияңыздың барлығын сезінесіз. Сол кезде сізге бүкіл жауап, сіз қалаған өмірде, сіз қалаған нәрседе, миссияңызда, сүйікті ісіңізде, денсаулығыңызда барлығы бар. Тек қана шектеуден, блоктан, ұстанымдардан шығу керек. Ал ұстаным, шектеу, қорқыныш, барлығы негізінде иллюзия. Просто сіз қазір шыға алмай тұрсыз, өйткені сол состояниеде, сол күйде өте көп өмір сүріп қойдыңыз. Шыға алмай тұрсыз. Ал өте көп өмір сүріп қойғаннан кейін сізді төменгі тіршілік иелері, яғни астралды тіршілік иелері, сущностьтар сіздің энергияңызбен қоректеніп тұр. Оларға сізді жіберіп қою, оларға сіздің энергияңызсыз қызық болмай тұр ғой. Сіз оларға кәдімгі конфет сияқты болып тұрсыз ғой, сіздің энергияңызды кәдімгідей шырын сияқты қылып трубочкамен ішіп тұр. Саламатсыз ба? Осылай энергия төмендеген сайын, энергия төмен болған сайын, сіз төменгі астралмен байланыста болады. Сол үшін адам бастырылады, сол үшін адам қорқады, сол үшін адам сенбейді, сол үшін адам өкінеді, түрлі негативті ойлар келе береді. Одан арылып, төменгі астралдағы жаңағы не болады? Төменгі астралда адамдарда портал ашылып кетеді. Энергетикалық полесінде, мына жақта қазір тағы да бір көрсетейін. Міне сіздің мынау энергия структураңыз, яғни энергетикалық аураңыз, ал сіздің вибрацияңыз мына жақта төмендеген сайын, мына жақта тіршілік, төменгі астралды тіршілік иелері бар мына жақта. Сіз энергияңыз мына жерде тұрса, сізде жаңағыдай қорқыныш, үрей, жек көру, тағы да басқа негативті блоктармен сөйлеп, сондай ойда, сондай эмоцияда жүретін кезде, мына жақта сущностьтар сіздің полеңізге келіп, сіздің полеңіздің барлығын жыртып, сіздің энергияңызбен қоректенеді. Сол үшін сізде энергия жоқ, барлығын сорып, насос сияқты сорып, энергияңызбен солар қоректеніп тұр. Өйткені сізде эмоция бар, негативный эмоциялар арқылы олар келеді. Олар бекерден бекерге келмейді. Олар адамға бекерден бекерге қосылмайды. Олар адаммен келісім шартқа отырып алады бейсаналы түрде. Сіз бейсаналы түрде қорқу арқылы, бейсаналы түрде әрекетіңізді басқармағаныңыздың кесірінен сіз олармен келісім шарт жасасып аласыз. Ал келісім шарт үзбесеңіз, олар сізге қайта келе береді. Келісім шарт үзіліп, бұл менің кеңістігім, бұл менікі, бұл менің энергиям, бұл жаққа ешкім кіруге қақысы жоқ деп айтқан кезде олар уже кете бастайды. Ал сіз не істеп тұрсыз? Келе беріңдер деп күніге жаман сөз айтасыз, жаман сөз ойлайсыз. Олар сіздің энергияңызбен қоректеніп тұр. Сол үшін шаршайсыз, сол үшін энергия жоқ. Энергия жоқ болғаннан кейін блок көп, блок болғаннан кейін ауру бар. Ауру болғаннан кейін сізде вибрация төмендей береді, сөйтеді да, олар сіздің энергияңызбен қоректеніп тұрады. Ал астралды тіршілік иелерінде мына жерде адамның осындай аура қабаттарында мына жақта мына тесіктің барлығы соларға ашылған, сущностьтарға ашылған портал бұлар. Сол порталдан сущностьтардың бірі кіріп, бірі шығып, үй салып алады кәдімгідей. Мен тазалаған кезде көремін, соны айтып жатырмын сіздерге. Тазалаған кезде мен солай көремін. Сущностьтардың қалай болып тұратынын, олардың қалай адамға әсер ететінін айтып жатырмын. Сол адамның энергиясын қалай алатынын айтып жатырмын. Мысалы, кей адамдар мындай болады. Энергетикаға келгенде айтады, мен осындай бәленше деген бір мастерлерге бардым, осындай жаңа прана дейді ме, сондай бірдеңкеге бардым дейді. Жарайды деймін да, мен қарап, сканерлеп тазалаймын. Бүкіл мен қараған кезде бүкіл полесін сыртынан қараймын. Мен тек қана адамның ішіне ғана кіріп қарамаймын проблеманың. Мен проблеманың сыртынан қараймын. Қай жақта қандай байланыс бар, қандай подключка бар, қандай сущность бар, олар не істеп тұр, қашан келді, қандай уақытта келді, барлығын мерзімдермен қарап шығамын. Сол кезде
көп адамдарда мына алып жүрген терапияларыңыз болса басқа жақтан мына аураның ішіндегі нәрсені ғана тазалайды да, ішіндегі нәрсені ғана, сыртындағы полинің сыртындағы сущностьтің барлығы сол қалпында тұрады. Сол үшін адам ешқайда жылжи алмайды, сол үшін адам жол жабық тұрған сияқты болады, қозғалмайды бір орында, потому что энергетикалық деңгейде көрінбейтін әлемде олар адамның аяғына тұсау салып байлап тастайды, аузын байлап тастайды, қолын байлап тастайды, оларды тәуелді қылып қояды, өзіне тәуелді қылып қояды. Сен ақыр шешім қабылдамадың, сен өзіңе жауапкершілік алмадың, онда мен басқарам сені дейді. Содан адамда не басталады? Тәуелділік басталады, түрлі тәуелділіктер басталады. Ішу, шегу, тамақ, тағы да басқа. Киім алмаса тұра алмайтын тәуелділіктер бар. Киімі бар, бірақ киім ала береді, иә, ол да тәуелділік. Тамақ тойып тұрса да тамақ іше беретіндер бар. Бессознательно, бейсаналы түрде тойып тұрса да тамақ іше беретін адамдар бар. Ол да осы сущностьтардың программалары адамға беріп тұратын. Қаншалықты энергияңыз төмен, сізде сущность міндетті түрде болады. Оның барлығын бүкіл потоктан, бүкіл каналдан тазалап алып тастау керек. Алып тастамайынша сізде мысалы психолог сіздің сущностьіңізді көре алмайды. Я айтып отырмын ғой, мен полиге кірген кезде сіздің денеңізді ғана емес, сіздің полиңіздің сыртынан қараймын. Полиңіздің үстінен қараған кезде маған бәрі көрініп тұрады. Полиңізде қандай сущность бар екені, не істеп тұр, қайда, қалай сізге әсер етіп тұр. Енді бүгінге осы вообще жалпы энергия және энергияның төмендігі денсаулыққа қалай әсер етеді, сол туралы айтып өттім. Эфир YouTube каналында және Telegram каналда сақталады. Давайте енді қысқаша практика жасап жүрейік. Так. Енді аяқтарыңызды екі аяғыңызды параллельно бір-біріне осылай қойып, табаныңызды еденге тигізіңіз. Табаныңызды еденге тигізіңіз. Көзіңізді жұмыңыз. Терең дем алыңыз. Бүкіл көзіңіздің барлық бұлшық еттерінің барлығын босаңызтыңыз. Түзу отырыңыз, еш нәрсе ойламаңыз. Барлығы дұрыс. Барлық назарыңыз тынысыңызда болсын. Енді қазір тынысымызды, ішімізді тыныспен бірге қатты ішімізге тартамыз. Осы тынысты до конца ұстап тұрамыз да, тынысымызды мына жоғары қарай көтереміз. Жібермейміз. Енді мен 3-ке дейін санайын. 1, 2, 3 жібереміз. Денеңізді, тынысыңызды әр шығарған сайын денеңіздің барлығын босаңызтыңыз түгел. Еш нәрсе ойламаңыз. Қазір барлығы жоқ. Дәл қазір сіздің ішкі дауысыңыз ретінде менің дауысым бар, және сіздің тынысыңыз бар. Бұл басқа еш нәрсе жоқ. Тағы кеттік, тыныс аламыз. Бір, 2, 3. Ауызбен тыныс шығарамыз. Әр тыныс шығарған сайын денеңіздің барлығын балқытып босатыңыз. Тағы да тыныс аламыз. Тынысымыз тарып тұрамыз. 1, 2, 3. Денеңіздің барлығы босады. Көзіңіз, әрбір шашыңыздың талшығы, әрбір басыңыздың бұлшық еттері, бетіңіздің бұлшық еттері, мойныңыз, арқаңыз, құлағыңыз, кеудеңіз, әрбір теріңіздің талшықтары, клеткаларыңыз, барлығы жеп-жеңіл. Өзіңіздің денеңізді сезбей тұрғаныңызды елестетіңіз. Денеңіз жұп-жұмсақ, нәзік,
барлық ауырлықты, бүгін күні бойы болған оқиғаларды барлығын босатыңыз. Барлық назарыңызды тынысыңызға аударыңыз. Тынысыңыз танауыңыздан кіріп жатыр және танауыңыздан шығып жатыр. Тынысыңыздың сіздің өміріңіз екенін түсініңіз, мойындаңыз. Тыныс алып тұрсыз. Сіз өмірде барсыз. Мойындаңыз. Өміріңіздің бар екен, тірі екеніңізді түсініп мойындаңыз. Енді қолыңызды дәл кеудеңіздің ортасына қойыңыз, бір саусағыңызды. Тыныс аламыз. Тыныс шығарғанда кеудеңіздің дәл саусағыңыз тұрған жерден жап-жарық әдемі күн сияқты күліп тұрған энергия. Енді осы күліп тұрған энергияны бүкіл денеңізге таратыңыз. Басыңыздан бастап аяғыңыздың ұшына дейін таратыңыз. Денеңіздің барлығы жап-жарық алаңға айналғанша жасаңыз, толтырыңыз. Ал төбеңізден осы жарық алаңға, жарық кеңістікке жап-жарық күліп тұрған, жарқырап тұрған күннің энергиясы толтырып жатқан сезініңіз. Кәдімгідей бір шыны ыдысқа жап-жарық энергияны құйып жатқандай денеңізге толтырыңыз. Дәл жүрегіңіздің қолыңыз тұрған жерден аппақ әдемі күлімдеп тұрған, қуанып тұрған, жарқырап тұрған энергияны бүкіл денеңізге таратыңыз. Енді осы энергия сіздің денеңіздегі, әрбір денеңіздегі блоктардың, эмоционалды блоктардың, психикалық блоктардың барлығын жойып еріткенін сезініңіз. Әсіресе қай жеріңізде қандай диагноз болды, қай жеріңізде қандай аурулар болды, сол жеріңізге осы жап-жарық энергияны қойып, барлығын ерітіңіз. Әрбір органыңыздан, әрбір қан тамырыңыз, әрбір органыңызға жақындаңыз. Көзіңіз, құлағыңыз, өкпеңіз, бауырыңыз, асқазаныңыз, барлығына жақындаңыз. Қандай эмоция бар? Сіз қай кезде ренжіттіңіз, қай кезде қандай эмоцияны сақтап қалдыңыз? Әр органда қандай эмоциялар сақталып тұр? Олар не үшін ауырып тұр? Тыңдаңыз. Әрбір органыңызды тыңдаңыз. Сезініңіз. Сізге кедергі болып жүрген барлық эмоцияңызды осы органдардан тауып алыңыз. Бүйрек, асқазан, жүрек, бауыр, клеткаңыз, маткаңыз, жыныстық мүшелеріңіз. Олардың осы эмоциялардың, негативті эмоцияларыңыздың өзіңізде бар екенін мойындаңыз. Я, мен ашуланатынымды мойындаймын. Я, менің қорқыныштарымның бар екенін мойындаймын. Қорқыныштарыңыздың түрін, түсін өзіңіз саралайсыз. Я, менде тәкаппарлық бар екенін мойындаймын. Я, мен қатыгезбін.
Иә, мен қаттымын. Иә, мен сенбеймін. Иә, мен ауыра беремін. Иә, мен денсаулығыма қарай алмаймын. Иә, мен жалқаумын. Иә, менде мақсат жоқ. Иә, менде программа көп. Барлығын мойындаңыз. Қабылдаңыз. Түсініңіз. Енді осы эмоция тұрған жерге шап-жарық күліп тұрған күнді толтырыңыз да барлық негативті энергияны, блоктарды ертіңіз. Енді әр органыңызға күліп қараңыз. Әр органыңызды жақсы көретініңізді мойындаңыз. Әр органыңызға махаббат беріңіз. Әр органыңыздың сіздің назарыңыз үшін қатты қуанғанын сезініңіз. Әйтеуір маған назар аудардың ғой деп, әр органыңыз сізге алғыс айтып тұр. Босатыңыз. Жап-жарық. Сіз шыны құты сияқты жап-жарық кеңістікке айналдыңыз. Сіздің физикалық денеңіз жап-жарық жарық светке айналды. Тап-таза, күлімдеп тұр. Осы кеңістік сіздің кеңістігіңіз екенін мойындаңыз. Және осы кеңістікте өзіңіз қалаған өмірді құрастыруға мүмкіндігіңіз, миллион мүмкіндігіңіз бар екенін түсініңіз. Өйткені сіз қазір демалып тұрсыз. Өйткені сіз қазір дәл осы сәтте барсыз өмірде. Ғаламда барсыз, планетада барсыз, мойындаңыз соны. Әлемнің энергияның шексіз екенін мойындаңыз. Өзіңіздің энергия екеніңізді мойындаңыз. Өзіңізге энергия сияқты қараңыз. Өзіңіздің шексіз энергия екеніңізді түсініңіз. Жақсы көріңіз. Осы энергияға сіз жауаптысыз. Өзіңіздің осы энергияға жауапты екеніңізді мойындаңыз. Өзіңіздің өміріңіздің жауапкершілігін алыңыз. Денсаулығыңызға, өміріңізге, болашағыңызға, барлығына өзіңіз жауапты екеніңізді түсініп мойындаңыз. Бұл өмір сіздік екенін мойындаңыз. Өмірді қабылдаңыз. Өмірге күліп қараңыз. Бойыңыздағы аппақ жап-жарық энергияға алғыс айтыңыз. Терең дем алыңыз. Терең дем шығарыңыз. Тағы да терең дем алыңыз. Терең дем шығарыңыз. Өзіңізге, өзіңіздің ішкі энергияңызға, ішкі даусыңызға, жүрегіңіздің тұсындағы аппақ жарық энергияға алғыс айтыңыз. Өзіңіздің денеңізбен байланыс орнатыңыз. Сезініңіз. Нәзік, әдемі, күлімдеген, өмірге құштар, қызығушылығы жоғары денеңіздің махаббатын сезініңіз. Жақсы көріңіз. Енді ақырындап аяқ қолыңызды сезініп, көзіңізді ашсаңыз болады. Енді кім практикаға қатысты, кімде қандай әсер болды, жазыңыздар. Кімде қандай жеңілдік болды, қандай блоктар таптыңыз, қандай эмоционалды, негативті блоктарыңызбен кездестіңіз, қандай сезім болды, не сездіңіз, жазыңыз. Сіз жазу арқылы түп санаңызға жаңа программа қалыптастырасыз. Жазыңыз.
күшті эфир болды дейді. Қанша тұрады? Жеке WhatsApp-қа жазыңыз, жеке бағасын айтам. Терапия 5 апта жүреді. Оның ішіне тазару да кіреді, текпен жұмыс да кіреді, проработка да кіреді, барлығы кіреді. Органдарды емдеу, клетканы емдеу, жаңарту, бәрі кіреді. Полностью трансформация жасаймыз. Ренжу шықты, тоқтамай есінедім. Жас тоқтамай ақты. Жақсы. Демек, сақталған, іште жатқан, тығылып жатқан эмоциялар бар. Тамағым қырылып дейді. Сөйлеміңізді аяқтап жазыңыз. Ойыңызды нақты, әдемі етіп сөйлеммен жазыңыз. Тағы да кім қатысты, кімде қандай сезімдер болды жазыңыздар, сонымен эфирімізді аяқтайық. Жалпы бүгінгі эфирде қандай инсайт алдыңыздар жазыңыздар. Не түсіндіңіздер? Қаншалықты сізге пайдалы болды? Денсаулығыңызға дұрыс қарап жүрмекенсіз? Өзіңізді дұрыс күтіп жүрмекенсіз? Энергияңызды дұрыс сақтап жүрмекенсіз? Өзіңізді кім деп қабылдап жүрекенсіз? Кеңістігіңізді сыйлай алады мекенсіз? Осы сұрақтарға жауап жазыңыз. Өзіңізге қандай көзқараспен қарайды екенсіз? Өзіңізге деген махаббатыңыз қаншалықты екен? Жазыңыз. Күшті эфир болды дейді. Жарайды, рахмет. Саламатсыз ба деп жазыпты. Жақсы. Қуаныштымын. Осы эфирді көрген және алдағы уақытта көретін оқырмандарға терең трансформация тілеймін. Терең санаңыздың өзгеруін тілеймін. Өзіңізді дамытуыңызды тілеймін. Жақсы өзгерістер тілеймін. Алдыңыздан әрбір кездескен видео болсын, сурет болсын, сөз болсын, барлығына назар аударып, белгі ретінде қарап, өзіңізді өзгертуге дайын болыңыз. Сізге көрінген әрбір ақпарат, ол сізге берілген белгі екенін түсініңіз. Әрбір Алла тағала әр адамға адамдар арқылы көмектеседі, ақпарат арқылы көмектеседі. Сол кезде саналы түрге көшіп, бұл нәрсені мен не үшін көріп тұрмын, мен бұдан не аламын, қай бағытқа жылжуым керек деп өзіңіздің ішкі үніңізді, ішкі гидіңізді тыңдап, өміріңізді саналы, сапалы сүріп бастаңыз. Мен тірі көкөністерді жеуді бастай алмай жүргенмін. Енді бірінші соны қолға аламын. Жарайсыз. Керемет. Так, рахмет, бақыт тілеймін. Пайдалы эфир болды. Сіздерге де рахмет. Эфирдің соңына дейін отырып көрген оқырмандар, сіздерге мың алғыс. Мен сіздердің әрбір хаттарыңызды, мен сіздердің әрбір лайктарыңызды, әрбір пікірлеріңізді, әрбір қолдауларыңызды оқимын, көремін. Ол маған шабыт береді. Ол маған одан ары сіздерге тереңірек тағы да жақсы ақпараттарды беруді береді. Сондықтан осы эфирде соңына дейін энергияны сыйлап, құрметпен қарап, махаббатпен қарап, техниканы жасап, өзіңізбен жұмыс жасауға бет бұрып, ізденісте жүрген адамдардың барлығына жақсылық тілеймін. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар. Ертеңгі эфирдің тақырыбын тағы да анонс жасап, постта жариялайтын боламын. Жақсы, сау болыңыздар.